жақсылықтың нұры. Мысалы, сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деп бекерге айтпаған. Кей кездерде достарымнан, айналадағы адамдардан, жақындарынан жақсы сөздер естіп жатамыз. Мысалы, шын ниеттен шыққан жақсы тілектерге кей кезде күмәнмен қарайтындар да бар. Артыңнан жаңағы досыңның айтқаны дұрыс болып жатырса, нұр үстіне нұр болып, біз оған қуанып, шабыттанып, ризашылығымызды білдіріп жатамыз. Ал егер де жаңағы досың жақсы сөзін, жақсы тілегін бір арам пиғылымен айтқаны білініп қалса, әрбір адам сол жасаған сол адамға ашуланып, ренжіп қалады. Көбінесе айналамыздағы достарымыздың, адамдардан, жақындарымыздан жақсы тілектер, жақсы сөздер естиміз. Сол кезде жағдайға қарай жақсы тілектермен жаныңды жадыратар жақсы сөздерді, жасаған іс-әрекетіміздің дұрыс-бұрыстығына берілген баға ретінде қабылдап жатамыз. Алайда сол адам саған сол жақсы сөзді шын ниетімен айтты ма, болмаса басқа бір ойымен айтты ма, әлде саған жағу үшін мақтады ма? Көбінесе сол мақтау сөздер мен даттау сөздерге мән бере бермейміз. Яғни, бірақ кім не айтса да сол жанның сөзінің жаны бар. Яғни ол адам саған жаман ниетімен айтса да, сен мысалы оған лайықтысың. Яғни әр адам үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп жүру керек. Өйткені ол сыйластықтың белгісі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Қазақтың ең орныққан маңызды қағидасының бірі үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Ұрпақтарға ең үлкен тәрбиені де осы бір ауыз сөзбен бойына сіңірген. Үңіліп қарасақ, бұл сөзде философия жатқан сияқты. Өзімізден үлкенді құрметтесек, өзімізден кішіге иіліп, ізет көрсетсек, адамзатты сыйлаған, бәрімен жақсы қарым-қатынаста боласың. Ал күллі адамзатты сыйласаң, өзің де сыйлы, құрметке бөленесің. Қазақ отбасының әр мүшесінің өз орны бар. Мысалы, шектен шығып бара жатсаң, өз орныңды біл деп тоқтатқан. Балалары ата-әжесін, әке-шешесін құрметтейді. Олар айтқан сөзге тоқтайды. Айтқанын тыңдап жүреді. Аға әпкелерге, іні қарындастарына қамқор болады. Келіндер үлкенге тік қарамай даусын бәсеңдетіп сөйлейді. Дастархан басында отырған кезде осы қағида сақталады. Осы қағиданы еске түсіреді. Үлкендер төрде олардың жанын ала бере оң жағында қыздар, сол жағында ұлдар отырады. Және одан төменірек балалар, келіндер жайғасады. Төр құрметті орын. Сондықтан да төрде құрметті кісілер отырады.